Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ағзары. Достар, бүгін біз Дейзидің өмірін түсіретін боламыз. Не үшін мен мынаны өйстіп егіздер киносын түсіргенде өйстеді десеңіздер, потому что бүйтіп камера істемей қалады да, қуқ етеді. В общем, так. Ал ендеше біз бүгін Дейзидің өмірін түсіретін боламыз. Сосын Дейзидің Стефани деген құрбысы бар, соның өмірін сөйтіп түсіре беріп, сөйтіп нететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Что-то мен қарным ашып кетті. Такс. Мына жерден мынаны и вау. Мына салатик и чай қайнату керек маған. Мен оған дейін телефон қарай тұрайын. Еще белка. Жоқ, оған дейін мен iPad қарай тұрайын. Қайнады. И все. Келесі күні басқа не ішем. Ал, мынаны жіберейін. Салат өте дәмді болды. Дәмді. Енді посудаларды жуу керек. Так, елканы жуамыз. Енді бүкіл светтердің бәрін өшіру керек. Бүкіл светтерді так өшірдім. Ал енді ұйықтайын. Ертең қыдырғанға мынаны кием. Қыдырғанға нені кием? Ну ладно, мынаны кием. Такс, бүгін қыдырғанға мынаны киемін. Такс. Тезірек киініп алайын. Бетіме маска. Стоп. Енді жуынып алайын. Ну, все. Шашым быт суық кетті. И шашын тарайын, шашын кеуіп алсын. Оған дейін жақсы проверим. Так. Яйцо.
шашым кепкенше мен ла-ла-ла. Ну все. Енді плюс это. И моя завтрак готова. И кофе нужно. Ну, все. Ой, 10 минут уже 6 минут қойыпты, шашымды тара берейін. Все. Мыналарды енді апарып келейін. И потом маска нужна. Еще 5 минут күте тұру керек маған. Еще 5 минут. Жоқ, 5 минуттан тамақтарды жеп үлгеремін ғой. Енді посудаларды жуайын. Ну все, 5 минут закончилось. Ой, стой. Сейчас. Бетіме надо кремді жағайын. Және тоже 5 минут күтеміз. 5 минут өткен соң. Енді мынаны сулаймыз. Ну, все. И бетіме сөйледім. Ну, я красивая девочка. Енді айпад ойнап тұрамыз. Далаға әлі шықпаймын. Достар, бұның құрбысы Стефани мне. Дың-дың. Кім бұл? Сәлем, Стефани. Сәлем, жүр кеттік далаға, аулаға қыдыруға шығып келейік. Жарайды, кеттік, аулаға барайық. Вау. Стефани, сен неге мұнда кіріп алғансың? Кешіріңіз, мен Стефани емеспін. Қай уақытта киіміңді ауыстырып үлгергенсің? Стефани, ойнамаш. Мен мұнда тұрмын ғой. А? Сен мені серуендеуге бар келейік деп корейский кафеге алып келдің ғой. Иә, мына жердегі лапшалардың бәрі маған тегін. Қуасың ба? Бұл жердегі директор рұқсат бермейді ғой. Бұл жерде директор жоқ, әр нәрсе, бүкіл сатып алған нәрсе өзінікі, яғни мына дәмхана өзі ақшалай сатып алды. Әпкем. Бізге 2 лапша бересіз бе? Ну ладно, алыңдар. Ё-моё. Так, ставим гурик. Тәмді екен. Ас болсын. Рахмет. Сіз тағы да пісіріп тұрыңыз. Сіздің лапшаңыз бәрінен де дәмді деп айтсақ та болады. Болады емес. Айтып, жүріп, неттіп дегендей айтқымыз келіп. Жарайды, біз басқа да нелерге бар келек. Я пока. Айтпақшы, сен менің мына жерімдегіні киіп ал. Мінеки. Рахмет. Бара ғой. Осы сенен әпкең неше жас үлкен? Әпкем менен 3 жас үлкен.
Ну ладно, ну ладно. Так, мына жақта достар. Жүріңдер. Вау, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Так, сәлеметсіз бе, апа? Сәлеметсің бе, балам? Не болды? Бізге не бересіз ба? 2 суши. Иә, 2 суши. Ала қойыңдар. Ақша керек па? Жоқ, ақша не керек? Бұның бәрі тегін. Яғни сен қызым білмейсің ба? Бұл жердегі заттардың бәрі тегін екенін. Я, тегін. Сенің әпкең Флора не істеп жатыр? Ол ман жақта лапша пісіріп жатқан шығар. Жаңа 2 лапшасын бітіріп кеткенбіз ғой. Вау! Мынау сенің әпкеңдікі ма? Ой, то есть мынаның бәрі сонда тегін ба? Бүкіл суп сорпалардың бәрі, бургерлердің бәрі. Иә, бұл халықты тойдыру кафесі ғой. Ана жерде жазылып тұр ғой. Ё-моё. Өмірімде ондайды мүлде көрмеппін. Апа, ондеше мынау сізге гүл, бізге дәмді суши пісірғалы жатқаныңызға. Мінеки. Ой, рахмет сендерге, балаларым. Рахмет. Бұл гүлді мен сақтап қоям. Ой, не болып кетті? Иә, сақта қоям. Мынаның үстіне сақтап қояйын. Келіңдер, отырыңдар, жей беріңдер. Ура! Мынаны сушилардың бәрін сіз пісірдіңіз ба? Конечно, мен пісірдім. Мен пісірмағанда немен заказ берем ба? Мен ешқашан заказ беріп көрмеппін өмірімде. Жей беріңдер. Так, мен де өзімнің сушиімнің дәмін татайын енді. Ой, то есть қазықлар кешіріңдер. Дәмдісін-ай. Так, дәмді роллыларыңыздың дәмін көрейік. Ой. Өте дәмді. Өмірімде бұндай дәмді суши жеп көрмеппін. Рахмет қыздар сендерге. Өте дәмді деп жатқандарыңа көп рахмет. Жей қойыңдар, ас болсын. Өте дәмді. Осы кафедегі бүкіл адамдардың тамақтары дәмді. Әсіресе сіздікі десек те болады. Рахмет, ас болсын.
осы сіздікі секілді сушиді үйде жасап көрсек, бізде шықпай қалады. Ал сіз жасасаңыз шығады. Рахмет, қыздар. Мені көп мақтап қойдыңдар ғой өздерің. Болды, қойыңдар. Сырмыңыз да өте дәмді екен. Жарайды, онда біз кеттік. Мен қазір бургер барып алып келейін, я? Сәлеметсіз бе, бургерлер қанша теңге тұрады? Ой, бұның бәрі тегін. Ой, кешіріңіз, мынаған да салып бересіз бе? Ренжімесеңіз. Өзің салып ал. Сіз серьезно айтып тұрсыз ба? Әрине жарығым ау. Серьезно айтпағанда қалай айтам? Қазір салып берем. Ақшаңызды төлейін. Рахмет. Ана апа айтты ғой бәрі тегін деп. Жоқ, ол китайский заттар, корейский заттар тегін деді. На, да. Бургерім. Қазір мен заттарды қойып келейін. Ну все. Сәлеметсіз бе, бізге пицца бересіз бе? Қазір. Саған қарнан. Қазір саған пісіп берем. Күте тұр, е? Ну ладно. Сейчас болыңызшы, пожалуйста. Тұра тұрсай. Мінеки. Пиццуля. Дәмді екен. Сәлеметсіз бе, лимон жесек бола ма? Жарайды, біз кеттік. Сау болыңыз. Вау, нан шықшты, я. Вау. Сәлеметсіз бе, бізге екі сары нандай. Бізге осындай сары сок. И фанта десе де болады. Және бір попкорн. Сосын біз келесіде чипсымен ана пончикті алып кетеміз. Аха. Қазақшаны төлеп тастаймыз. Рахмет. Тоқтаңдар. Бізге тамақсыз кіруге болмайды. Ішін шашып тастайсыздар. Біз ішін шашатын кішкентай бала емеспіз ғой? Сонда да қазір біреуіңіз ура деп оған қол шапалақтаған кезде қолдарыңыздан шашылып кетеді. Өтінем. Болды, тұршы былай. Егер де мына жерге тәттілерсіз, попкорнсыз кіруге болса, неге онда сіздер мына жерде тәттілерді сатып тұрсыздар? Біз... Ей, Дейзи, не істедің? Егер де бұл жерге тәттілерсіз кіруге болмаса, онда ше неге тәттілерді сатып тұр? Айтыңызшы соны. Егер де сол сұрақтың жауабын айтпасаңыз, біз кіре береміз. Жүр, Стефани. Бірақ бол
Жарайды. Анау ұжымдық екен. Жеңіп тастады анау мені. Ну ладно, шашпайтын шығар. Қазір менің ән айтатын кезегім. Йоу, достарым, келіңдер ән саламыз бейлің. Қашан өлең айтады? Қазір адамдар жиналсын. О май гад. Такс, мынандай адам. Мынандай ұл. Қыз. Кіреміз. Тәттілерсіз. Кіреміз, тәттілерсіз. Кіреміз, тәттілерсіз. Дұрыс. Кіреміз, тәттілерсіз, кіреміз. Кіреміз, тәттілерсіз тек. Тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Оларда тәттілер бар ғой. Көрмей тұрсыз ба? Енді біз де тәттілерді алып кіреміз. Болмайды. Біреуің басынсаңдар, екіншілерің басыласыңдар ма? Болды, тәттілерсіз отырасың дедіңдер ма? Отырасыңдар. Все. Так же нечестно же. Болды, кір. Ладно, мен мына жерге отыра саламын. Ой, бә деп. Болды, орын жоқ, кірмейміз мына жерге. Жоқ, бояқшы. Все. Құрметті көрермендер, мен қазір өзімнің сүйікті өлеңімді айтып беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Бұның аудын әдмейо, димаудын әдмейо, димаудын әдмейо, әнім керемет па? Ән айтылмасаң ән айтпай қойсашы. Ну ладно. Түк мен қазір мен қазір мынада ойнаймын. Достар, кешіріңіздер, мынау что-то қосылып қалды. Ал. Осымен менің әнім аяқталды. Біз саған 100-85 балл. Ура! Рахмет сіздерге. Рахмет, көп рахмет.
1,85 алдым. Біз ән айтамыз. Қазір мен сендерге соктар атып берем. Мә, сок, попкорн. Қазір күте тұр. Такс. Маға бір чипсы бересіз бе? Тәттісі кіруге болмайды. Тәтті не үшін сатып тұр? О, жарайды. Мінеки, ала қойыңыздар. Бізде қазір өзіміздің әнімізді шырқаймыз, я, Стефани? Әнімізді шырқаймыз дегенде... Я, достар, қазір сахнаның ар жағына барған соң бірдеңке айтам. Бізден айтамыз. Аха, дайындалыңдар. Қандай ән айтатындарын білесіңдер ғой, я, достар, әнін айтамыз. Өзіміз құрастырғанбыз. Кішкентай кезімізде сен қуасың ба? Бәріміз бір киноға түсетін боламыз. Түсінікті. Сіз Ханшайымның рөлін ойнайсыз. Рахмет. Мына жерде бір керек бопты. Мен де қатсам. Мә, ұста, братчики. Ну, все. Ей, анал саған ашып қалған секілді ғой. Қош. Ну ладно. Қазір біз әлі ән айтпаймыз. В общем, так, мен Айдахардың рөлін сондаймын. Сен екеуің өшше қозғалмайсыңдар. Сен үшеуің, то есть. Так, Айдахар. Мына ерде Айдахардың киімі қайда? Мен мына көйлекті кием ба? Так, мына ерде Айдахардың. Сен батыр боласың. Яғни сен Суперменнің киіміндесің. Ну ладно, біз қазір ондай фильм түсірмейміз. Сен Супермен болып оны құтқарып, в общем, қаласын. Біз қазір қаланы істейміз. Город мира дейді ғой. Если солнце нормально. О! Ал мен почтасы болам. Осы ағай, сіз неге үнемі өзіңізге бір нені алып аласыз да, бізге дым бермей қоясыз ғой кейде. Сен перизат боласың, өпшім. Рахмет. Яғни сен екеуің перизат демей ма? Так, менің киімім қайда кетті? Мен почтасы болам дедім, я? Жоқ, очтасы болам дедіңіз. Потом сен перизаттың көйлегін шешесің де. Топым сен перизат болмай қойсын қаз. Балис. Ну ладно. Так, мен не кисем болады? Мен кімнің рөлін сондайын дедім? Міне. Сақнада көретіндеріңіз ұрығым болады.
ұрым мен бола салайын. Енді міне мына кристалды ал. Мынау сенің ата-бабаңнан келе жатқан кристалл болады. Ну ладно, кеттім. Ла-ла-ла. Алды да көретіндеріңіз. Мен сенің затыңды ұрлап кетем. Жоқ, бұл менің ата-бабамнан қалған зат. Ол шынымен жылады ол. Мен сенің суперменіңмін, мен қазір саған көмектесем. Ё-моё! Ей, ақымақ ұры! Ей, ақымақ ұры, оның ата-бабасынан қалған заттарын қайтар. Ха-ха-ха-ха! Сен қайтар алады деп ойлайсың ба? Ха-ха-ха-ха! Тоқта, тұқ-тұқ-тұқ-тұқ. Қаштым! Мен сенің суперменнің, міне ұста. Рахмет. Рөлдерде ойнаған Лира, Дейзи және де Джонсон аға және де Джек. Сәлеметсіздер ме? Ал ендеше оларды сахнаның сыртына шығарып салайық. Ой. Ну все. Болдық. Ал енді вальс билемейсіңдер ма? Жоқ, біз вальс билемейміз, кеттік. Мінеке тастарыңызды алдыңдарыңыздар. Я, біз вальс билемейтін болдық, кешіріңіздер. Егер де ренжісеңіздер, біз кеттік. Бірақ сонда мен кіммен билеймін? Сен Маямен билейсің. Менмен билейсің ба? Мен сенімен билегім келеді. Бірақ кешір, мен сенімен билей алмай, мен үйге қайтуым керек. Жарайды, сау болыңыздар. Бірақ қызық болып жатыр еді ғой, сонда да. Қыздар, екі шырындарыңды алыңдар. Рахмет. Біз кеттік. Беко? Бірақ бізге керек емес. Болды, кеттік. Осымен фильмнің соңы. Яғни екінші сериясын күткілеріңіз келсе шыдаңыздар. Екінші сериясы шығу үшін лайк басып подписаться етіңіздер.